Балалар, біз бүгін көп таңбалы сандарды 3 таңбалы санға көбейту алгоритмін оқимыз. Мысалы, 1264 санын 321 санына көбейтуіміз керек. Ол үшін балалар жазған кезде бірінші мына дәптердің шетінен 3 торкөз қалдырып кетіп жазамыз. 3-4 торкөз қалдырып, 3 торкөз қалдырсақ дәл болады, өйткені алдыға қарай жылжыған кезде мына жерде сыймай қалуы мүмкін. 4 торкөз қалдырып барып жазайық. 1264 көбейту 321. Ондықтың астында ондық балалар, бірліктің астында бірлікті жазамыз. Енді ең бірінші бірліктен бастап көбейтеміз. 1264-ті бірлікке көбейтемін. 4 пен 1-дің көбейтіндісі 4. 6 мен 1-дің көбейтіндісі 6. 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2. 1 мен 1-дің көбейтіндісі 1. Балалар, мен 1 мен көбейтіп, бірінші толымсыз көбейтіндіні алдым. Енді келесі менде ондық 2. 2 мен 1264 санын көбейтемін. 2 мен көбейткеннен кейін балалар, оны мен жәнегі мына тура 2-нің астына әкеп түсіремін. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8. 6 мен 2-нің көбейтіндісі 12. 1 ойда. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4. Ойдағы 1 мен 5. Және 1 мен 2-нің көбейтіндісі 2 болады. Келесі балалар, мен ондықпен көбейтіп болдым. Енді жүздікпен көбейтемін. Жүздік бізде 3 саны. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12. Балалар, мен оны тура осы 3-тің астына түсіремін. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12. 1 ойда. 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18. Ойдағы 1 мен 19. 1 ойда. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. Ойдағы 1 мен 7. 3 пен 1-дің көбейтіндісі 3. Енді балалар, біз осы 3 толымсыз көбейтіндіні бір-біріне қосамыз. Менде мына жерде кішкене сыймай қалды. Так, 4. Өзі жазылады, қосатын ештеңке жоқ. Келесі 6 мен 8-дің қосындысы 14. 1 ойда 4 түседі. 2-ге 2-ні қосам 4. Оған 2-ні қосамыз 6. Ойдағы 1 мен 7. Келесі 5-ке 1-ді қосамыз 6. 6-ны 9-ға қосамыз 15. 1 ойда. 2-ге 7-ні қосамыз 9. Ойдағы 1 мен 10. 0 түсіп 1 ойда. 3-ке ойдағы 1-ді қосамыз 4. Сонда балалар, 1264 пен 321-дің көбейтіндісі бізде 405.744-ке тең болады екен.